Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз жай бөлшектер. Жалпы бізде жай бөлшек дегеніміз бір бүтіннің бір немесе бірнеше тең бөлігін көрсететін сан. Яғни оның жазылуы А бөлінген Б. Мұндағы бізде А алымы, Б бөлімі. Сіздерге түсінікті болу үшін мысал ретінде бір тортты алайық. Торт бізде салмақ болады ғой, енді сол тортты 8 бөлікке бөлейік. Кішкене қисық болып қалды. Енді осы тортты 8-ге бөліп, соның бір бөлігін алатын болсақ, ол бізде 8-ден 1 болып жазылады. Ал егер де 8 бөліктің 2 бөлігін алатын болсақ, 8-ден 2 деп жазылады. Жалпы жай бөлшек дегеніміз жазылуы түсінікті деп ойлаймын. Ал енді бізде осы жай бөлшектің екі түрі бар: дұрыс және бұрыс бөлшек. Дұрыс бөлшек дегеніміз алымы бөлімінен кіші болатын бөлшек. Яғни мына жердегі А-мыз кіші болады Б-дан. 2 бөлінген 5 мысал ретінде. Мұндағы А дегеніміз кіші болу керек Б-дан, яғни 2-міз кіші бізден Б-дан. Енді бұрыс бөлшек керісінше алымы бөлімінен үлкен немесе тең болатын бөлшек. Яғни бұл жолы бізде А-мыз үлкен болады Б-дан. Керісінше 5 бөлінген 2 деп алсақ болады. Мұндағы 5 бізде үлкен болады 2-ден. Келесі бізде аралас сандар. Аралас сан бүтін сан немесе бүтін сан мен жай бөлшектен тұратын сан. Яғни жалпы түрі А көбейтілген Б бөлінген С. Мұндағы А бізде бүтін сан, ал Б бөлінген С бізде бөлшек сан. Мысал ретінде 3,4-тен 5 санын алатын болсақ, осы аралас сандарды біз есептер шығару барысында бұны жай бөлшекке айналдыратын боламыз. Яғни бөлімін сол күйінше жазамыз, 3-ті 4-ке көбейтіп 5-ке қосатын боламыз. 3-ке 4-ті көбейтсек 12, 12-ке 5-ті қосатын болсақ бізде 17-ге тең болады. Қазір осыған қатысты есепті шығардық, сабақтың соңында көрсететін боламын. Келесі жай бөлшектердің негізгі қасиеттері. Бөлшектің негізгі қасиеті. Бірінші қасиет, егер алымы мен бөлімдері бірдей санға көбейтсек, немесе бөлсек, бөлшектің мәні өзгермейді. Мысал ретінде 2 бөлінген 3-ті алатын болсақ, 2 бөлінген 3 емес, 3 бөлінген 2-ні алайықшы. 3 бөлінген 2 санын алатын болсақ, оны бірдей санға көбейтеміз. 2-ке көбейтейік, алым мен бөлімде. 3-ке 2-ні көбейтеміз 6, 2-ке 2-ні көбейтеміз 4. Яғни 3-ті 2-ке бөлсек те 1,5, 6-ны 4-ке бөлсек те 1,5 болады. Екінші қасиет бізде қысқарту қасиеті. Егер алым мен бөлімнің ортақ бөлгіші болса, оларды сол санға бөлуге болады. Алымы мен бөлімнің ортақ бөлгіші болса, мысал ретінде 8 бөлінген 10 деп алайық. Екеуі 2 санға бөлінеді. 8-ді 2-ке бөлеміз 4, 10-ды 2-ке бөлеміз 5 деген сияқты. Енді үшінші қасиеті бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу, азайту. Бөлімі өзгермейді, тек алымдар қосылады немесе азаяды. Мысал ретінде 7-ден 2 қосылған 7-ден 4. Бізде бөлімдері бірдей болғандықтан бөлімдерін солғынша жазамызда, 2-ке 4-ні қосамыз, бізде 6 болады. Дәл осылай азайтсақ та болады. Енді төртіншісі, бөлімдері әртүрлі бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру. Бөлімдері әртүрлі дегеніміз, алымдары 1 бөлінген 3, 1 бөлінген 3 қосылған 1 бөлінген 4 деп алсақ болады. Бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру. 3 пен 4-ті ең кіші ортақ еселігі бізде 12-ке тең. Енді 12-ні 3-ке бөлеміз 4, 12-ні 4-ке бөлеміз 3. Енді 4-ке 3-тен қосатын болсақ 7 болады. Сонымен бөлімдері әртүрлі, алымдары бірдей сандарды ортақ бөлімге келтіру дегеніміз осы. Енді бесінші қасиеті, алымдар мен бөлімдер бөлек көбейтіледі.
а бөлінген б көбейтілген с бөлінген д. Мысал ретінде 3 бөлінген 5 көбейтілген 2-ден 4 деп алайық. Иә? Енді 5-ке бұл мен д-ны көбейткенде 5 пен 2-ні көбейтеміз 10, 3-ке 4-ті көбейтеміз 12-ге тең болады екен. Қысқартып жүрсек болады. 2-ге 10-ды 2-ге қысқартамыз 5, 12-ні 2-ге қысқартамыз 6 болады. Енді келесі қасиет, 6-шы қасиет бізде бөлу қасиеті. Екінші бөлшекті кері айналдырып көбейтеміз. Екінші бөлшекте дегеніміз мына жердегі с-ды, иә. Мысал ретінде тура осы мысалды алсақ, 3 бөлінген 5 бөлінген 4 бөлінген 2 тең болады. Бірінші бөлшекті соңынша жазамыз, көбейтеміз. 2 бөлшектің орнын ауыстырамыз, 2 бөлінген 4. Енді көбейтетін боламыз. 3-ке 2-ні көбейтетін болсақ 6, 5-ке 4-ті көбейтетін болсақ 20. Екеуін 2-ге қысқарып жүретін болсақ, оннан 3 болады екен. Енді келесі тақырып бізде ортақ бөлімге келтіру. Ортақ бөлімге келтіру бөлімдері әртүрлі жай бөлшектерді бірдей бөлімге келтіру. Мына жерде 2 мысал берілген екен. 2-ден 1 және 3-ден 1. Ортақ бөлімге келтіру дегеніміз бөлімдерін бірдей қылу деген мағынада. Енді 2 мен 3-тің ортақ бөлімге келтіру үшін біз оның ең кіші ортақ еселігін тауып аламыз. Ең кіші ортақ еселігі бізде 6-ға тең болғандықтан 2-ке 3-ні көбейтетін болсақ, бізде 6 шығады. Демек, бөлімі де алымы да 3-ке көбейтеміз, сонда бізде 6-дан 3 деген шығады. Енді 3-ден 1. 3-ден 1-дің несі алымы 6 болу үшін оның бөлімі мен алымын екеуінде 2-ке көбейтеміз. 6-дан 2. Демек, бізде 1 бөлінген 2 және 1 бөлінген 3. Оны ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 6-дан 3 және 6-дан 2 болады екен. Енді екінші мысал, 2 бөлінген 5 пен 3-тен 10. 5 пен 10-ның ең кіші ортақ еселігі бізде ол 10. Демек, бөлімін 10-ға келтіру үшін 10-ды 5-ке бөлсек қанша? 2 болады. Демек, бөлімін де алымын да 2-ке көбейтеміз. Сонда 10-нан 4 шығады. Демек, 2 бөлінген 5 пен 3 бөлінген 10-ның ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 10-нан 4 және 3 бөлінген 10 болады екен. Енді жай бөлшектерді салыстыру. 1 бөлінген 4 және 1 бөлінген 3. Егерде бізде оның алымдары бірдей, бөлімдері әртүрлі болатын болса, бөлімі кіші сан бөлшек бізде ол үлкен болады. Бұлай есептейтін болсақ, 1 бөлінген 4 дегеніміз 0,125, ал 1 бөлінген 3 дегеніміз жуықтап алғанда 0,133 береді. Сонда бізде 0,133 үлкен болады. Енді 2 бөлінген 5 пен 3 бөлінген 7-ні алатын болсақ, бұл жерде пропорция арқылы есептесек болады. 2-ке 7-ні көбейтсек қанша болады? 14 болады. 5-ке 3-ті көбейтетін болсақ, 15 болады. Бізде сол кезде 3-ке 5 көбейтсек 15 қой, демек 15 бізде 14-тен үлкен болғандықтан 3 бөлінген 7 үлкен болады. Енді соңғы тақырып бізде қосу, азайту, көбейту, бөлу. Бұл жерде біз қазір араластырулар мен жай бөлшектерді амалдар қолданатын боламыз. Жай бөлшектерді қосуға мысал қарастырып көрейік. 3 бөлінген 4 қосылған 5, 3-тен 4 қосылған 5-тен 2 деп алайық. Бұларды қосу үшін ең кіші 3 пен 5-ің ең кіші орталық еселігін табамыз. Яғни ол бізде 15-ке тең. Енді 15-ті 3-ке бөлгеннен 15-ті 3-ке бөлетін болсақ 5 болады. 15-ті 5-ке бөлетін болсақ 3 болады. Енді алымындағы сандарды көбейтіп қосатын боламыз. 5-ке 4-ті көбейтеміз 20, 20-ға қосамыз. 3-ке 2-міз 6 болады. Сонда 26 бөлінген 15 шығады. Азайту. Азайтуға мысал 7-тен 2 азайтылған 6-тан 1 деп алсақ. Мысалы, минустан шығып кетуі мүмкін. 7 мен 6-ның ең кіші ортақ еселігі бізде қаншаға тең?
2-ге тең, иә. 42-ні 7-ге бөлеміз 6, 42-ні 6-ға бөлеміз 7. 6-ға 2-ні көбейтсек қанша болады? 12. 12-тен азайтамыз 7-ні. Демек 12-тен 7-ні азайтсақ 5 болады. 5 бөлінген 42-ге тең болады екен. Дұрыс па? 5-тен 12-тен 7-ні азайтсақ 5 болады екен. Енді көбейту. Көбейту дегеніміз, жаңа біз көбейтуді орындап көрдік. Мысал ретінде 2 бөлінген 5 көбейтілген 3-тен 4 деп алсақ. Алымдарын бөлек, бөлімдерін бөлек көбейтеміз, иә. 15 көбейтілген 8. 2-ге 4-ні көбейтеміз 8 болады. 5-ге 3-ті көбейтеміз 15 болады. Енді бөлу. Бөлу. Тура осы мысалды алсақ, 2 бөлінген 5-ге 3 бөлінген 4-ті. 3-тен 4-ті бөлетін болсақ, 2 бөлінген 5-ті сол күйінше жазамыз да, 4 пен 3-тің орнын ауыстырамыз, иә. 3 бөлінген 4. Енді көбейтеміз. 2-ге 3-ні көбейтеміз 6, 5-ге 4-ті көбейтеміз 20. 2-ні 2-ге қысқартып жіберетін болсақ, 3-тен 5 болады екен. Енді тура осыны мына жаққа аралас сандарды көрейік, иә. Аралас сандарды қосу мысалға 2 бүтін 3-тен 1 қосылған 3 бүтін 4-тен 2. Енді 2 бүтін 3-тен 1-ді жай бөлшектерге айналдырып аламыз. 2-ге 3-тің өзін жазамыз. 2-ге 3-ті көбейтеміз бізде 6 болады. 6-ға 1-ді қоссақ 7. Енді оған қосамыз. 3 бүтін 4-тен 2-ні жай бөлшекке айналдырамыз. 4-ге 3-ті көбейтеміз 12. 12-ге 2-ні қосамыз 14 болады. Енді осыны есептейтін болсақ, енді 3 пен 4-ке біз ортақ бөлім береміз. 3 пен 4-ке ортақ бөлім беретін ең кіші ортақ еселік бізде оның 12-ге тең. Енді 12. 12-ні 3-ке бөлеміз 4, 12-ні 4-ке бөлеміз 3. 4 7-ге 7 бізде 28-ге тең. 28-ге қосамыз. 14-ті 3-ке көбейтетін болсақ, есептеп жібере салайын. 3-ті көбейтеміз 14-ке. 42 қосылған 28. 70-тен 12 болады екен. Тең жағда жазайын. 70 бөлінген 12. Енді бұны 2-ге қысқартып жіберсек болады. 12-ні 2-ге қысқартатын болсақ 6, 70-ті 2-ге қысқартатын болсақ 35 болады екен. Дәл осылай азайтсақ та болады. Азайту ары қарап түсінікті деп ойлаймын. Енді аралас сандарды көбейтетін болсақ та, мысалға 3 бүтін 2-ден 3 көбейтілген 2 бүтін 95 деп алсақ. Мынау азайту емес, негізі көбейту. Тең болады. Жай бөлшектерге айналдырып көбейтсек те болады, былай да көбейтсек болады негізі. Жай бөлшектерге айналдырсақ, сіздерге түсінікті болу үшін 3-ге 2-ні көбейтеміз 6, 6-ға 3-ті қосамыз 9, 9-ға көбейтеміз 2-ге 4-ні көбейтеміз 8, 8-ге мына жерде 4 болады екен ғой. 4 сол күйінше жазамыз. 4-ге 2-ні көбейтеміз 8, 8-ге 5-ті қосамыз 13 болады. Енді оны бөлеміз. 2-ге 4-ні көбейтеміз 8, 13-ті көбейтеміз 9-ға. 117 болады. Дәл осылай жай бөлшектерге айналдырып бөлуді орындасақ болады. Екінші бөлшекті орындарын ауыстырып. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.